Апалы сіңілі қыздар бір жігітке күйеуге шықты. Баяғыда өзімізді әке-шешеміз қатал ұстаған. Әсіресе қыз баласына жарт-жұрттық деп қарап үйден бей-берекет шығармайтын. Соның арқасында біз ұят болады деген түсінікпен өстік. Мейлінше әке-шешеміздің атына сөз келтірмейік, оларды жерге қаратпайық деп әр ісімізді ақылға салып істейтінбіз. Ал бізден кейінгілер баланы еркін өсіру керек дегенді миларына тоқып алған. Қызына да ұлына да тәйт демейді. Нәтижесі міне, алыстан іздеудің қажеті жоқ. Көршімнің 2 қызы бір еркекке бәйбіше тоқал болып тиіп отыр. Темірбек пен Сабира біздің елге осыдан 20 жылдай бұрын көшіп келген. Темірбек ауылда тіс дәрігері болып істеді. Әйелі мектепте музыка пәнінен сабақ берді. Үйемелі сүйемелі 2 қыздары бар. Көз алдымызда өсіп бой жетті. Темірбек екеуінде өздері қалаған оқуға түсіріп, бар жағдайын жасады. Бітірген соң 2 қызы да біраз жұмыс істеп, аяқтан тұрып алайық деп күйеуге тимей жүріп қалды. Осыдан 3 жыл бұрын 30-дан асқанда үлкен қызы тұрмысқа шыққан болатын. Сабира, апа Мақпалды ұзататын болды. Әкесі екеуміз келістік. Отырып қалмай өзі ұнатқан жігітке тиетініне қуандық деп үйге сүйіншілеп келген. Күйеу балалары қалада жұмыс істейді екен. Тойды да қалада өткізді. Дәл сол кезде денсаулығым сыр беріп қалды да қызықшылығына қатыса алмадым. Бірақ ауылдың адамдары той керемет болды деп ауыздарының суы құрып келген. Айтуларынша той қымбат мейрамханада өтіпті. Біраз уақытқа дейін дастарханға қойылған таңсық тағамдарды аңсап, жыр қылып айтып жүрді. Атаулары да адамның тілі келмейтін өзгеше. Кілең біз естімеген тағамдар. Ауқатын қойшы, 2 жас бақытты болып өздерінен көбейсе болды да деп мырс еткем. Таяуда алыстау тұратын көршім Темірбек пен Сабираның 2-ші қызы тұрмысқа шығады екен ғой. Сен естідің бе деп қалды. Арамызда үй жоқ, жанында тұрып естімегеніме бір түрлі болып қалдым. Содан кешкісін шалымды ертіп көршіміздің үйіне бардық. Құда келіп жатыр екен, кештеу естіп қалыппыз. Құтты болсын, қай елмен құда болып жатсыңдар деп шалымыз екеуміз сұрақты төпелетіп жатырмыз. Сабира көзіне жас алып қалды. Темірбек күмілжіп, абыржып кетті. Кейін отбасындағы жағдайды амал жоқ бізге айтып берді. Кішкентайдан қолымызда өскен Маржан қызымыздың кімге тұрмысқа шығып жатқанын естігенде есімізден танып құлай жаздадық. Мұндайда сұмдық болады екен. Тіпті айтуға тіл бармайды. Көршіміздің 2-ші қызы өзінің туған жездесіне тиіп жатыр екен. Басқа түссе баспақшыл, басқа түскен соң көнеді екенсің деп Сәбит сөз бастады. Айтуынша үлкен қызы бала көтермепті. Күйеу бала мен қызымыздың бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Дәрігерлердің бәрін аралап шықты. Олар қызымыздың бедеу екенін айтыпты. Екеуі ойлана келе суррогат ананың көмегіне жүгінбекші болған. Жан-жақтан іздестіріп өздеріне ұнайтын адамды таппапты. Сол сәтте 2-ші қыз сендерге мен суррогат ана болайын, перзентті болыңдар деп ұсыныс білдірген. Үлкенім аңқаулау ғой. Сіңілісінің бұл ойын дереу құптап, үшеуі бір үйде тұра бастаған. Біраз уақыт өткенде кіші қыз жездесінен жүкті болып қалған. Онымен қоймай жездесі екеуі бір-бірін ұнатып қалыпты. Содан үшеуі келісе отырып кіші қыз жездесінен тоқал болатын болып шешіпті деп Темірбек кемсеңдеп жылап қалды. Сабираны тіпті аяп кеттім. 2 көзі шүңірейіп, жағы суалып қалған. Мұндайда онсыз да іштен іріп отырған адамдарға балаға дұрыс тәрбие бермегенсіңдер деп ақыл айтуда орынсыз шығар. Әй, әлде де ақылға салып, кіші қыздың іргесін алыстатар, ортаға алып көрсеңдерші дедім. Апау, айтпады дейсіздер ме? Тыңдар құлақ болса айтылмаған сөз қалмады деп терең күрсінді. Біздің қазақ, Құдай бала бермесең сана бер, сана бермесең ала бер деп айтқан. Осы сөзді естіген сайын қазақ қалай ғана өзегін жарып шыққан баласын қиып, осылай айтады екен деп ойланатынмын. Қазір ойласам әлгі сөз осындай ұяттан безген жетесіздерді көргенде күйінгеннен шыққан екен-ау. Көршімнің басындағы жағдайды ешкімге бермесін. Өкінішке қарай қазір үлкеннен қаймығу, салт дәстүр, әдет ғұрыппен жүру, қан тазалығын сақтау, ардан аттамау деген қасиет, таным түсінік кейін қалып барады. Қазіргі келіндер балаларын тым еркінсітіп жібермей адами қасиеттерді алға шығарса, балаларының санасына сіңіре берсе екен деп осы әңгімені айтып отырмын. Ойланайық, ой түйейік. Шынайы оқиға каналына тіркеліп, өз ойларыңызбен төменде бөлісіп қойыңыздар. Жүрекшені басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.